Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздермен менің вип каналымдағы коробочканың шаблонын жасайтын боламыз. Бұл ұстаздар күніне арналған коробочка. Ішіне 4 птичье молоко сияды. Міне мен қағазымды шығарып алдым. Әртүрлі дизайнда бар. Обзор каналы менің инстаграмнан көрсеңіздер болады. Біздің вип каналға тіркелгіңіз келсе, астында комментарийда толық ақпарат жазылып тұр. Енді шаблонымызды жинап кірісейік. Қазір әртүрлі түрлері бар. Осының ішінен қазір біреуін таңдап аламын да, соған мен сборкасын жасайтын боламын. Шаблонымды таңдап алдым, енді оған беговка жасап жатырмын. Беговканы не үшін жасаймыз? Өйткені сіздің шаблоныңыз жақсы майысу үшін, прям по форме. Мынау сызықтарды көріп тұрсыздар ғой, соған беговка жасаймыз. Мен беговканы канцелярский ножбен жасаймын, қатты батырмаймын. Маған өзіме беговканы канцелярский ножбен жасаған ұнайды. Егер де сіз қорықсаңыз, кесіп аламын деп шаблоныңызды, онда жазбайтын ручка үшкір, немесе жаңағы крючокпен де жасауға болады. Барлық сызықтары көрініп тұр, сол сызықтар бойынша барлығын сіз беговкасын жасайсыз. Кішкене батырасыз, бірақ қағазыңыз кесіп кетпеу керек. Одан кейін қазір беговка жасап болғаннан кейін қиып шығамыз. Немесе қиып болған соң беговканы жасауға болады, немесе мен сияқты бірінші беговкасын жасап, одан кейін қисаңыз да болады. Міне мен беговкасын жасап болдым, енді шаблонымды линия бойынша қиып шығып жатырмын. Линия дегеніміз ол шаблонның өзі. Міне, дәл осылай барлығын қиып аласыз екі шетінде. Именно осы видеодағы шаблонды қандай қағазға шығардым? Фотобумага глянцевая, двухсторонняя, односторонняйға шығара берсеңіздер болады. Граммы 200 грамм. 210, 220, 230, 240 граммдық фотобумагаларға шығара берсеңіздер болады қалыңдығы. Ал именно дәл видеода 200 грамм. 200 грамм идеально подходит. 210 алсаңыз болады, 220, 230 өзіңіздің қалауыңыз бойынша. 200 деген кішкене жұқалау, 210, 220, 230 деген ол кішкене уже қалыңдау болып келеді, кардон болып. Енді міне жаңа беговка жасап қойдық қой. Қиып алдым, енді шаблонымды жай ғана линиялар бойынша, міне сызықтар тұр ғой, сол барлық сызық бойынша. После беговки сіздің шаблоныңыз күшті майысады. Міне мен шаблонымды уже майыстырып шықтым, крышкасын, енді қазір основаниясын, астыңғы жағын майыстырып жатырмын. Міне майыстырып болғаннан кейін бұлай қоясыз. Қазір мен сіздерге сборкасын көрсететін болам, анық қарап шығыңыздар. Клейді алдым, мен осындай сулы клей алам, точнее прозрачный болып тұрған. Обычный карандашный клей, но прозрачный. Міне ең жоғарғысына жақтым клейді. Екеуін астына салдым, ана екеуі шығып тұр ғой, көріп тұрсыздар, анық көрініп тұр барлығы. Соны астына жібердім де и былай жаба саламын жай ғана. Міне осылай қысып жатырмын, чтобы клейіміз жабысын деп. И вот, осылай болу керек. Өте оңай, егер де видеоны дұрыстап мұқият қарап шықсаңыз, барлығы получится у вас. Енді келесі бетін также. Міне, клейді жақтым, төбесіне қарай, мына екі шетті кіргіздім. Крышкасын да дәл солай жинайсыздар, екеуі бірде шаблон ғой. Міне, былай жағаны қыса саламыз. Все, көрдіңіз ба? Мына жерін қараңыз. И вот, мына екі шетін тоже екі шетіне жай жағамыз. Оны астына қарай также тура солай түсіре саласыз. Жаңағы екі шетін бүйтіп соединять етсек, а осы жерін жай ғана клейді жағасыз да дәл солай түсіре саласыз. Міне. Видеоны тез жүргізбей жатырмын, өйткені анық сіздерге көрінсін деп, түсінікті болсын деп. Міне шаблонымыз коробочкасы жиналды. Мынау основаниясы, точнее астыңғы жағы. Бұл жерде птичье молоко тұрады. Міне. Барлығы жабық, төртбұрышты, ровно. Егер де беговкасы түзу болатын болса, онда шаблоныңыз да әдемі болып шығады. Міне. Енді қазір крышкасын жинаймыз. Крышкасын көрсетпеймін, өйткені дәл осылай собирать етесіз. Міне крышечкамызда дайын. Екеуін жинап қойдым. Енді қазір птичье молоконы жинайтын боламыз. Міне біздің птичье молоконың шаблоны 4 штугын қазір кесіп алам, 4 шаблончикті. Қараңыздар, бұл фотобумага 115 грамм, 115 граммдық фотобумагаға шығарылған односторонняя глянцевая фотобумага. Глянцевая жағымен шығардым. Міне птичье молокомызды алдым, жай ғана клей жағып шаблонның үстіне жабыстыра саламыз. Птичье молокоға емес, шаблонға жағасыз клейді и былай жаба саласыз. Дәл видеодағыдай. Мен шоколадтарға самоклеющиймен қолданбаймын, всегда осындай шаблончиктарды аламын. Односторонняя глянцевая фотобумага.
жай ғана. И 115 граммдық. Міне осы птичье молокоға сіз өзіңіздің қалаған жазуыңызды жазсаңыз болады. Жай ғана былай жаба саласыз. И міне сіздің шаблоныңыз уже дайын. Өте күшті. Жаңағы ұстазға деген орнына өзіңіздің қалаған жазуыңызды жазсаңыз болады. Және де птичье молокоға да қалаған тексті жазуға болады. Видеоны қарағандарыңызға рахмет. Менің YouTube каналыма, Бота Стиль YouTube каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Өйткені алда көптеген обучающий видеолар шығады. Және де лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал егер де біздің VIP каналға қосылғыңыз келсе, астындағы комментарийда толық ақпаратты біле аласыз. Және де біздің Instagram каналымызға тіркеліп, отзывы каналында көрсеңіздер болады.